Біздің қонақтарымыз, қайырлы күн біздің сүйікті балапандарымыз, оқушыларымыз, уақыттарыңызды бөліп, осында келіп, сендердің сыныптастарыңды, достарыңды қолдауға келгендеріңе үлкен рахмет. Құрметті ата-аналар, сіздерге де рахмет. Бүгінгі қойылымымыз Абай атамыздың шығармашылығынан құралған, арнайы жазылған сценариймен балаларымызға Абай атамыздың шығармашылығын, барлық еңбегін, мол мұрасын, үлесін дәріптеу мақсатында қойылып жатыр. Өте күрделі, балалар көп дайындалды, тырысты. Сондықтан бүгін барлықтарыңыз қолдап, балалар, біз өте тыныш отырамыз, уәде береміз ба? Өте тыныш және әрдайым шапалақтап қолдап отырамыз. Келістік па? Ендеше қойылымымызды бастаймыз. Ғылым таппай мақтанба. Tell your friends that we just ride the beat. Yeah, everybody here just stomp your feet. We like animals and you can't deny the bass because when we rock this room, music gets real. Don't bring the boom like. Bring it back. Yeah, we so cool, we crazy, no more to see. We bring it up. You can't bring us down. We take it crazy, yeah. So don't want it without it. Жігіттер, бүгінгі кеш керемет көңілді өтті. Рахмет сендерге. Мағам сасып жатып, тезетіп үйге қайтайын. Ой, достым, қайтесің ерте барып үйіне? Бұдан да кешімізді жалғастыра. Қазір компьютер клубына барып, неше түрлі ойындар ойнаймыз. Жоқ. Мен анама уәде бергенмін. Ертерек қайтамын деп. Оның үстіне ертеңгі сабақтарыма дайындалуым қажет. Жаттауларым бар, аяқталмаған тапсырмаларым бар. Ой, қойшы, сол сабақты ертең қыздардан ұшырып аласың. Олар қызық, дайындалып келеді. Мен күнде солай істеймін. Қыздарға кофеханадан сөйтіп тәттілік берсем, Қойыңдар жігіттер, сендер не айтып кетсіңдер? Ой, Бека, біздің сыныптастардың бәрі солай істейді. Емтихандар жақындағанда өтініміңді тасыласың, болсын мен. Ал мен үй жұмысын орындамасам, үйде жарық өшіп қалды, немесе інім дәптерімді жыртып тастады, немесе ата-анамның қолы тимеді. Сосын мен үй жұмысын орындай алмадым деп өтірік айта салам. Ал мен алдында мектептегі медбикені аяғымнан қырып алдап жібердім. Сосын өтірік Жігіттер, сендер көп өтірік айтатын болып кеттіңдер. Бұл мақтанатын іс емес, мүлдем. Мен кеттім. Бека, достым, мен келсем, бұл әңгіме мақтанатын емес. Десе
ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Қолыма бұрын қалмағыма кім жазала, қолымды дөп сермесем өсірмедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Сәлеметсіз бе? Бұл жер қалай аталатын білесіз бе? Бізге тездетіп үйге қайту керек. Айды ойлама, ар ойла. Талап қыл артық білуге, артық ғылым сәтта, ерінбей оқып көруге. Ден шыққан сөз талапқа болсын керек, нұрын сырын көруге, көкірегінде болсын көз. Бұл не мағынаны білдіреді? Бізде іздеуіміз керек. Жүзді бірге қайтайыншы. Ата қайда жоқ болып кетті. Бізде жасырында ойнап жүрміз бе? Неге ата тығылып қалған? Мұстар қараңдар, дене çalıştır. Yüksek, müdürek, maqtanacaq. Еріншек, бекер мал шақпақ. Еш дұшпанның көсеміз. Біз мынау кітап оқу арқылы үйге жол табамыз. Дұрыс! Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен оқу керек. Үшінші сол нәрсені ішіне бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші ой кеселдері нәрселерден қашық болу керек. Егер кеш болмаса сауғау керек. Ой кеселдері лайықсыз сауыртып, бөлімші-бөлімшілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмару пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе қоғамды күллі ақыл мен ғылымды қыздыратқан нәрселер. Білім ғылым үйренбейге, талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей іздегенін табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, мұнда іске жардар. Етім деп бір дүние бір нәрсені етім деп іздемеге керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмекті білген уақытта бір рахат өтірміз. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді, көңілің жақсы алып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Білім ғылымның өзі де адамға үйреніп, өзіне қуат түседі. Шала мие, шала байқайды. Екінші ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен үйренбек керек. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, іштихадыңмен көзің жетсе, соны тот білсең айырылма. Егер де ондай көзіңді жеңе алмасаң, кімге болады? Өзінің құрметтеген нәрсеге қайтып құрмет көтесің. Төртінші білім ғылымды көбейтуге екі қару бар. Адамның ішінде бірі муахаза болу, екіншісі бірі мұхафаза болу. Бұл екі қуатты зорайту жақын бірге болу керек. Олар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған кеселі деген төрт сипат
Соның ішінде байымсыз салыпты деген бір өзек. Содан бек сақ әсіресе. Әуелі Құдайдың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны. Ол бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы ғылымды ақылды сақтайтұғын сол мінез бұзылмас. Шырылдауық шегіртке ұшып жүріп ән салған. Көгалда гулейді қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күнгі жапырақтың бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті ки. Жылы жал жоқ, тамақ жоқ, мүмкіндігінен не пайда, суға тоңған, қарны ашқан, ойын қайда, ән қайда, оны менен тұрмады, қар күрінді қыс болды, сауықшы сорлы бүкшелі, тұрмақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайға жабады. Саламда жатып, дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Бұның жаным сөз емес, жас өтерін білмекпен, жанын үшін еш шаруа, ауа жаздай ән салсам, қылмаппен. Мен өзімде шаруашым жұмсақ әлі өлеме, көкілді қуып ән салып, өлімін қолым тиді ме? Қайтсам қолы тимепті, өлінші әнші есіл ет. Ала жаздай ән салсам, секілді де билей бер. Тоқтаңдар! Әуелі пайдалы білім алу керек. Қарашы заңның бұл
алдаған сөзіне. Қайнайды қанын, ашиды жанын, мінездерін көргенде жігерлен сілкін, қайраттан беркін деп насихат бергенде ұятсыз арсыз салмынан қалғып кетер артынан. Шыққаны, күпілдек мақтан, табытын қаққан, антылғаны баққаны, ынсап ұяң терең ой, ойлаған жан жоқ жалпы ғой. Болмасын текіл, болса шүкіфіл, жан аямай кәсіп қыл. Орынсыз қылжаң, болсыз қылжаң, болама дәулет нәсіп бол. Еңбек қылсам ерінбей, тояды қаның тілінбей. Егіннен ебін, салғынын тегін, өрініп мал ізде, алдау бол байда, адал бол малда. Қосаң қуан, сол кезде бұрынды қазақ барын дос, көрмесі біздің бәрі бос. Жұмыссыз сандал, еріксіз мандал, ал деген сендерге кім бар? Қулықты көргіш, сұмдықты білгіш, табылар кісі жөндесіп, 3-4 жылға әдетін, өзіне болар жендетін. Тарылды көкірек, қысылды жүрек, ағызып, сығып, жасымды сүйеніп, күлгім тоқтыққа, тартыпты өнер жоқтыққа. Қайратым әлім, келмейді әлім, мақсат алыс, өмір шақ, қайтқан, өткен соң базар, қайтқан соң ажар, не болады құрқожақ,
кеш деп қайтар жол емес, жол азығы мол емес. Бір кісі мыңға, жүз кісі сынға, әлі жетер заман жоқ. Қадірлі басым, қайратты жасым, айғаймен кетті амал жоқ. Болмасқа болып қара тер, қорықпен өткен қу өмір. Сызуар білгіш, законшы көргіш, атанбақ мақсұт мақтанбақ, жақсынып қорқып, жоғарылап жортып, именсе елін баптанбақ. Қарғағаның жер қылмақ, алдағаның зор қылмақ. Дәнгенген жол бос, қылсайшы қол бос, талаптың дәмін татуға, білмеге сықыр, қайғысы сытыр, тамағын тойса жұтуға. Не ол емес, бұл емес, менің күнім күн емес. Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі жаққа өңілдім. Құлағын салмас, тілін алмас. Көп наданнан жартасқа бардым, күнде айға салдым, онан да шықты жаңғырып, естісем оның, білсем де жынын, көп іздедім қаңғырып, баяғы жартас бір жартас, қат етер түкті байқамас. Жайлы қапты, астысы шапты, қайрып сөзді кім ұқсын, іште дерт қалын, ауыздан жауын, боп етіп көзден жас шықсын. Кедерген соң шыдатпай, қоямы екен жылатпай. Анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын беп, айтамын нептеп, сөзімді олар елім жоқ. Моласындай бақсының, жалғыз қалдым тапшының.
таппай мақтанба, орын таппай құмарланып саттанба, ойнап босқа көреге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында. Оған қайғы десеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. 5 дұшпаннан білсеңіз, талап, еңбек деген ой, қанағат рақым ойлап қой. 5 асыл іс, күмсеңіз. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барда ертегінде термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға ермек үшін. Бұл сөзді қасырықпас талапы бар, көңілінің көз ашып сергек үшін. Dünya oydan çıkardı. Көптен көп рахмет. Бүгін ұлы Абай атамыздың мол төл мұрасынан сусындаған 2 және 3 сыныптар қазақ бөлімінің балапандары. Қошеметтеріңіз. Үлкен еңбек, үлкен тәжірибе. Көптен көп рахмет. Жарайсыңдар. Құрметті ата-аналар, суретке түсірсеңіздер болады. Жол көрсетер баршаға, бағыт бағдар ғылымда, табыс бізге аспанда, мұхит теңіз астында. Білім береді бәрін, әлеміз нұрын сиқырлы.